Қайда екен ойыншығы? Екеуінің ойыншығының ішіне. Айттым ғой, баланың заты болады деп. Сәлем достар, біздің каналымызға қош келдіңдер. Бүгін біз мына екі қаншайыммен көк және қызыл түске зат алатын болып шештік. Ал Аяла бізде көкті таңдады, қызылды Жансая таңдады. Так, бірінші затқа бұлар келе сала әрине шоко балапанға көздері түсті. Осының қызылын Жансая алатын болды. Бұл қызылы шоколадный екен. Бірақ баланың ойыншығы болады екен бұда. Және көгінен Аялаға аламыз. Көк және қызыл. Бола ма? Иә, болады. Жансая қызыл арахис алды, караван. Бек бопты, Аяла алды. Мен сразу маған көзім. Чуданы Жансая алды. Ал Аяла саған агушаны аласақ болмайды екен, түсі тура келмейтін. Жүр, кеттік. Мынаяқтан іздеп келейікші, жүр. Так, Аялаға көк түсті. Юппиді көрдік біз. Мульти-юппи аласың ба? Иә, Кет. 5-5 саттан аласыңдар. Түсіндің ғой? 5 саттан. Қызылға палыч. Ал, Аяла, сен хрустим аласың ба? Жүр. Қанша зат болды сонымен? Сонымен бізде Аялаға. Южный печенье. мен қазір. Ал енді заттарыңды санаңдар, қанша болды? Жансая, так. Аяла уже. 5-еуін таңдап қойыпты. 6-шыға мынаны таңдайсасын. Иә. Мамасына скидка. Мен Аяланыкіде қанша болды? 5-еу болып қойыпты Аяланыкіде. Е? 5 сатқа толыпты. Оған анасы мынандай скидка жасап, көк чупа-чупс қосты. Бола ма? Жақсы. Ал достар, қазір міне біз келдік дүкеннен. Аяла көк түсті таңдады, Жансая қызыл түсті таңдады. Қазір осы көк түстен алған заттарын сендерге көрсетеміз, және екеуі содан жеп көретін болады. Ал бірінші алған заттары бұлардың шоко балапан еді. Аяла көк түсін алды, Жансая қызыл түсін алды. Ал, екеуі енді сендердің алдарында ашып көрсетсін. Міне, Аяланыкі. Міне, Аяла. Обязательно вилка шығады. Я, міндет түрде вилкасымен. Мұнда ойыншығы бар. Ойыншығы, мен ойыншығым. Ал. Қайда екен ойыншығы? Екеуінің ойыншығының ішіне. Айттым ғой, баланың заты болады деп. Міне. Так, қазір көрсетеміз. Жансаяның шоко балапанынан міне. Інісіне қайта Мұхаммедке машина шықты. Аяққа аттама. Және де мынандай әдемі жұмсақ резина ойыншық шықты. Бұл да енді Мұхаммедке бермей ақ қой бұны. Бұл маған өзіме. Бұны сағыз деп ойлап қалар. Міне мынандай слайм сияқты. Мен өзіме. Бұнымен өзің ойнарсың, жақсы, тамаша. Ал пистолет шықты. Бұны да Ерасылға немесе
Мұхаммед. Мұхаммедке берер, иә? Ерасыл уже Жақсы. Ақ шоколад шықты көктің ішінен. Ал Жансаянікінен Қара. қара шоколад шықты. Мен қанша үлкен болсам да, осылармен жарысып шокобалапанды жақсы жеймін. Маған да ұнайды негізі осы кукуруз. Жіп жұмсақ қостап көрсеңіздер. Иә. Ал дәм ұнады ма? Екеуің бір-біріңмен ауысып көріңдерші. Сен мынаны же. Қайсыңдікі ұнады? Қайсыңдікі ұнады? Жансаяға ақ шоколад ұнады да. Аялаға саған шынында қары. Әшінде саған шоколад ұнайтын еді ғой, қара шоколад. Ұнамайды. Ал маған да аяла сияқты қара шоколад ұнады. Жансая. Ал Жансаяға ақ шоколад ұнады. Енді кезесі. Енді бұлар екінші затқа. Екеуі де дәнек. Екеуінікі де соленый. Тек түстерінде ғана айырмашылық бар. Иә? Сонда да көрейік, екеуі екі фирманікі, біреуі караван. Иә? Көрейік, біреуі болсын. Біреуіңкі смарт екен, біреуіңкі өзіміздің Қазақстан екен. Кәне. Екеуінің дәмін салыстырып көрейік. На. Саған. Сен өзіңдікінше одан кейін барып, бір-біріңкімен ауысып, дәмін көресіңдер. Ал. Кәне. Мен де негізі арахис жақсы көрем. Менікі мане. Бұл сенікі. Көк түс. Ауысып көріңдер. Енді қызылды көрдік. Көктің де қызылдың да дәмін көрдік. Жансая, саған қайсы ұнады? Маған көк ұнады. Аман қызыл. Аялаға қызыл ұнады. Мен де шынымды айтсам, мен көкті ұнаттым. Себебі көк қызылға қарағанда күштірек. Қалай деймін, хрустящий ғой. Тез шайналады. Ал мынау кішкене қаттылау. Тіске де, иә? Тістеген кезде тіске де жағымсыз қаттылау. Немесе жоқ, сұрогының бәрі жақсы. Біз Жансая екеуміз Биг Боптың тұздалған жер жаңғағына тоқталдық. Бізге осы Биг Боптың көк түсті тұздалған жаңғағы ұнады. Ал аяла караван ұнатып тұр. Кеттік. Ал енді келесі бұлардың таңдағандары. Бірі қызыл Лейс чипсыйын таңдады, екіншісі Хрустимнің керешкейін таңдады. Енді білесіңдер ғой, керешки мен чипсыйдың дәмін салыстыруға келмейді, екеуі екі түрлі нәрсе. Көре ғой? Мен ағамның соны Сразу айта салайын, шынымды айта салайын, мен Лейс чипсыйын жақсы көремін. Мен мына Хрустимнен көрі чипсиге тоқталар едім. Енді жаңа бұл қызға айттым, бұл енді өзіне ұнайтын алғысы келдік. О, чипси сақты болды, мама, я? Бақ, мама, Лейс ұнайды. Жансая, мына көрсет. Аялаға. Аялаға чипсыйдан да беріп қойып. Иә? Өзім керешки, чипсы жақсы көрем мен өзім. Мен де. Сәл. Хрустимді онша жей алмайды екен. Хрустимнің именно осы қалай аталады өзі. Стик сухарики дейді, кальмар дейді. Енді сухарики деген енді нан болу керек емес па, иә? Мен осы Хрустимнің осы сухарикилерін онша түсіне алмадым. Нан емес, картошка емес. Нан ғой. Ано картошка. Жарайды. Үшінші таңдалған заттан
маған Жансаяның таңдаған Лейс чипсы өтті. Қатты ұнады. Тамаша 5. Таңдауыңа 5. Енді енді аялаға 2 деп 2 қоймаймыз ғой, бірақ енді аяланың өзіне ұнап тұр ғой. Өзіне ұнады ең бастысы. Ал енді келесі таңдағандары Жансая нені палчикиді таңдады, бұны тәттісін таңдады. Тұзды емес, тәттісін таңдады. Бұны үнемі мектепте де сатып алып жейді. Ал біздің аяла таңдады деуге келе ма білмеймін, енді біз 5-6 ғана зат аламыз деп келіскеннен кейін көк түстен табылғанын алды. Бұл южный печеньесі. Енді южный печеньемен печеньені сен сүтке езіп жеген жақсы көресің ғой. Неге енді қазір ұнатпай? Сен мынанша таптың қасында бұны қазір ұнатпай тұрсың ғой. Немесе жалпы жақсы көретін едім сен. Жансая, сен де жесейші. Деп көрейін. Мен осындай пішіне жақсы көрім ше. Мен сүттен күшті болады ондай. Гүлдері бар. Мынау да тәтті печеньенің бір түрі ғой. Бірақ южныйге қарағанда кішкене тәттісі аз болады, және жеуге өте приятный, жегің келе береді. Мына южный печеньесін қарның ашқанда, жолда кетіп баратқанда, көлттің ішінде жеген болмаса, былай онша. Осы 150 теңге. Екеуі де ұнамады біздің аялаған. Ал мен екеуінің ішінен палчикиге тоқталар едім. Себебі тәттісі де аз, жегенге де ыңғайлы. А мен аялам пішінеме тоқталым. Ал енді келесі бізде ішетін затты таңдады. Бұл жерде Жансая бізде чуданың молочный коктейлі, сүтті коктейліне тоқталды. Осыны ішкісі келді. Трубочкасымен. Бұның ішінде ванилмен, сливочный екен. Тамаша. Ванил қосылған. Ал енді біздің аяла шли бұндай йогурттарға қатты құмар емес, енді жейді, бірақ құмар емес та қатты. Жансая сияқты емес. Біздің аяла тек соққа құмар ғой. Осы юпиді алды. Мульти юпи дейді, ішінде бәрі бар. Сәбізге дейін қосқан екен, керек десең. Сәбіз? Иә. Сәбіз? Я не очень көр. Мына өзің ашып көр. Шкөзерім. Достар, кімге піскен сәбіз, кімге піспеген сәбізін майда. Кішкенде бала ұқсап менде отырмын ғой, дәмі демекен. Вау, прям. Некен шкөл? Дәмі енді айтамайым. Әдемі? Әбдеш ме сенген шкөл? Қоймайма, мамаларды ішіп. Ал енді екі таңдаудың ішінен мен тоқталар едім. Сусынға тоқталар едім. Менде аяла сияқты шөлдегішпін. Суды қатты жақсы көрем. Сол үшін мен аяланың таңдаған ішінде кальций де бар екен. Кальций витаминіне тоқталар едім. Тамаша таңдау 5 саған. Ал енді мынаны енді қарны ашқан кезде болмаса мен шынымды айтсам йогуртты көп іше бермейді екенмін. Көп адам йогурт жақсы көреді ғой, жасырмау керек, Біздің Жансаяның таңдауы ғой, өзіне ұнады, өзі жақсы көреді. Көліктің ішінде де үнемі алыс жолға шықсақ, нағашылар жаққа шықсақ, біздің Жансаяның таңдауы үнемі осындай йогурттарға, питьевой йогурттарға түседі. Тамаша таңдауларыңа. 5 екеуіне де. Ал енді бұлардың келесі кезекте таңдағандары чупа-чупс дейді, леденцы дейді, музгампит дейді. Біздің кезімізде бұны музгампит деп айтатын тұғымыз. Түрлі түсті музгампит деп аталатын бізде. Мектепте де, мектептің алдында да үлкен-үлкен апалар сататын. Жүгіріп 5 теңгеге алатын едік. Ал қазір 5 теңге деген мүлдем ақша емес қой балалар, 5 теңгеге сендер де ала алмайтын шығарсыңдар, Жақсы, бұны қазір видеодан кейін сора жатарсыңдар, Мен бұтап. Ал енді келесі кезекте мына соңғы таңдаулары біздің екі қыздың, екі ханшайымның екі сағызға түсті. Бірі қызыл сағыз, біреуі көк сағыз алды, бірақ екеуі де бір фирма, сол Зизи. Сәл өзгертіңдер деп едім, өздерінде білесіңдер ғой, Екеуінің таңдауы бірдей болды, тек түсін ғана ауыстыра салдық. Сол үшін біреуін ғана шайнай салсақ болады,
Енді бұны видео біткеннен кейін шайнай жатармыз, әдепсіздік көрсетпей ақ. Өздерің білесіңдер ғой, балалар, бұл сағызды шайнап та жүрген шығарсыңдар. Міне ғой. Ішінде қолға немесе дәптерге, жаңа қыздардың көбінесе блокноттарына жабыстырып алатын суреттер шығады. Мынау енді түсініксіз бір жазу шықты. Көрсете салайын десем. Ұлдарға арналған наклейка екен бұл. Человек-паук, Капитан Америка деген. Сағыздарын енді видео соңында шайнай жатар. Міне, осымен біздің қызыл және көк түс таңдауын жасап қайттық. Дүкенге барып, екі қыз, екі заттың да дәмін көрдік. Көбінесе 5 деген балды бағаны бізде Жансая алды. Өйткені Жансаяның таңдауы, талғамы жақсы болып шықты. Енді Аяла кінәлі емес, Аяланың өзі таңдаған көк түс болды да, көк түске біз көп жейтін зат таба алмай қалдық. Енді барын алып келдік, бірақ мынау өте жақсы. Маған ұтымды болды деп ойлаймын, өйткені бұл Аялаға ұнамағанымен Мұхаммед пен Альбина жақсы көреді. Екеуіне берейін, маған жақсы, қайта маған пайдалы болды. Жақсы, достар, біздің каналды қолдап, әдемі пікірлеріңді жаза отырыңдар. Келесіге қандай челлендж түсірейік? Ұсыныстарыңды айта отырыңдар. Сау болыңдар.